Есен және болмыс. Отбасы хрестоматиясы жобасы. Санжар Керімбай. Бұл кітапты не үшін жаздық? Бейсен және болмыстың жазылуына не нәрсе ықпал етті? Жауап біреу және анық. Бізді қағазға тезірек түсіріп, жарыққа шығар деп жанымызды түртпектеген Бейсеннің өзі емес, оның өлшеулі ғұмырында түсініксіз тіршіліктен түсінікті етіп жасап шыққан ғибратты тағдыры. Тағдыр деп нені айтамыз? Тағдыр біз үшін адамның ерік қалауы араласа алмайтын тәуелсіз аймақ. Яғни өзгермейтін болмыс. Біз енді қалай қиялдасақ та, қалауымызбен қылшығын да қисайта алмайтын өз алдына дербес бір объект. Өмір сүруді қырғын қызыққа айналдырып, жалығу мен торығуды тоқтатып қоятын таңғажайып қуат та осы тағдыр мен адамның ерік жігерінің жекпе-жегінен пайда болады. Бұл жекпе-жек адам бірде жеңеді, бірде жеңіледі. Мәселе жеңу не жеңілдеу емес. Жекпе-жек біткенше майданнан қашып шықпай, соңына дейін төзуде. Ең бастысы бұл майданға не үшін кіріп, кім үшін айқайсыныңды ақылы мен жүрегің анық айырып тұрса болғаны. Түпкі мұраты көңілге анық болған кез келген күрестің мәңгілік мәні болады. Сәтімен игерілген осы мән бұлыңғыр күйде тұрған абстрактілі адам болмысына әрі тұнық, әрі мәңгілік сипат дарытады. Міне, осы мәңгілік сипаты бар болмыс қай кезде де өзінің бар екенін білдіріп, басқа жұртты мазалап мәңгілік мұратқа шақырып тұрады. Әу баста Бейсен марқұм дүниеден озған соң, салт бойынша аза тұтып, оны жөнімен жоқтау үшін 20 беттік естелік жазып, әлеуметтік желіге жариялаған. Осыдан соң дәл сондай әсерлі естеліктер айтып, бірнеше адам маған хабарласты. Бәрінің де естелік тірі жанды тебірентпей қоймайды. Құр естіп қоя салуға обалақ оқиғалар, бәрі де кітапқа сұранып тұр. Артынша Бейсеннің өмірін неге тұтас жазбайсыз? Естелігіңіз толық емес, не басы жоқ, не аяғы жоқ, құр босқа ынтыққа қоятын шикі дүние болып қалыпты. Осыны бір қолға алсаңыз деген ұсыныстар да түсе бастады. Осы ұсыныстар батыл қадам жасауға жүрексініп тұрған маған қосымша қамшы болды. Бейсеннің өмірін кітапқа айналдырсақ, қалай қарайсыз? Естеліктер бере аласыз ба деп жан-жарына хабарласып рұқсат сұрады. Ол менен осындай ұсыныс түсерін сезіп, дайындықпен күтіп жүргенін және еңбектің жарық көруіне жәрдемін аямайтынын бірден айтты. Бірақ ол пандемия кезінде тура келді де, жұмыс уақытша тоқтады. Эпидемия әлсіреп, жағдай біршама жақсарған соң ғана бұл істі шыңдап қолға алудың сәті түсті. Бейсеннің болмысын зерттеуді қолға алғанда, негізінен логотерапия теориясын басшылыққа алдық. Оның ең басты екі түрлі пайдасы бар. Біріншісі мәнге ұмтылыс, the will to meaning теориясы арқылы Бейсеннің болмысын барынша ашып көрсетуге мүмкіндік туады. Екіншісі жазылған еңбектің ықпал ету аймағын кеңейтеді. Яғни бұл кітап тамыр таныс, туған туыс арасында ғана тарайтын әулеттік дүние болмауы тиіс. Жазылған еңбектің адам болмысына қызығатын барлық оқу орындарына қосымша оқулық ретінде де ене алатын академиялық сипаты болуы тиіс. Қарап отырсаңыз, Бейсеннің тағдыры ғайыптағы бір тылсымға талпыныстан тұрады. 20 ғасырдың басында адамды тіршілікке құштар еткен не деген аса маңызды экзистенциялық сұрақ Еуропада күн тәртібіне қайта келді. Бұл сұраққа бұрынғыдай философтар емес, психотерапевтер де жауап беріп жатты. Теориясын рахаттану принципіне негіздеген Зигмунд Фрейдтің пікірінше адамда құмарға тоймайтын либидо ғана бар. Бірақ ол жыныстық қалауын елдің ішінде ашықтан ашық жүзеге асыра алмайды. Қалай десек те қоғамдық талап пен қысым оны бір тәртіпке түсіреді. Сондықтан либидо нәпсани қалауын эгомен ақылдаса отырып, суперэгомен санаса отырып сыпайы түрде жүзеге асырады. Адамның діни амалдары мен философиялық ой толғамдары да либидоның сублимацияға айналған түрі. Айналып келгенде адамның түп негізінде құтырына құмартқан
идінің нәпсани қалауынан басқа дым да жоқ. Осы құмарлықтың жолы тарылып, рахаттану азайғанда өмірге деген құлшыныс та күрт төмендейді деп тұжырым жасайды. Бірақ мұндай өлшем бейсен сияқты таңғажайып типтердің құпиясын ашпайды. Себебі бейсен адамды еріксіз мас қылатын жастық шақтың өзінде құмарлығын қатаң бақылауда ұстаған есті азамат. Айкидомен шұғылданып, шығыс даналығын меңгеретін кезінде ойын сауыққа берілмек түгілі, онша-мұнша тақуаңыз төзе алмайтын аскеттік өмірде бастан кешкен. Осының өзі-ақ бейсеннің жас кезінен өмірді өнегемен сүруге бекінгенін білдіреді. Маңызды сұрақпен бетпе-бет келген тағы бір ғалымның аты Альфред Адлер. Оның ойынша, өмір сүруге мотивация беріп тұрған күш ел мойындайтын мәртебеге жетуге деген ұмтылыс. Адам білім мен билікке де солшыл құштар болады. Мұны қарапайым қазақшаласақ, қатарының алды болуға тырысу. Бір қарағанда бұл да бір дұрыс көзқарас сияқты көрінеді. Себебі жастардың дені екінші болма деген ұранның күшімен өздерін жанталаса жетілдіріп ілім-білімге ұмтылып отқан жоқ. Бірақ Макс Шеллер бұған қарап, Адлердің теориясы жақсы, бірақ адамның бәріне жарамсыз. Мәртебе теориясы карьерист типтерге ғана дөп келеді екен, деп ақырын ғана түйреп өтіпті. Ал адам бұл өмірде мәнге қарай ұмтылады. Оны өмірге құштар қылған нәрсе ғайыпта тұрған трансцендентті мән деген көзқарасты жетілдірген Виктор Франкл да Адлердің мәртебеге, яғни қоғамдық статусқа тартылатын теориясын былай деп сынайды. Адлердің мәртебе ұмтылысы өте жақсы, бірақ ол бір нәзік нәрсені байқамай қалды. Адам баласы әлеуметтік статусқа ғана емес, сонымен бірге моральдық мәртебеге де ұмтылады. Мұндай талпынысқа түскен тип жер әлемінің ішіндегі дүние мәртебені місе тұтпайды. Олар адамның миына сыймас ұлы бір болмысқа қарай ұмтылады. Соны игеріп, онымен біте қайнасып кеткісі келеді. Осы ұмтылысы жүзеге асқан кезде моральдық мәртебесі оған ажалсыз адам мәртебесін қоса сыйлайды. Қолыңыздағы кітапты мұқият оқысаңыз, бейсеннің адамшылық мәртебеге ұмтылғанын көресіз. Журналистік карьерасы шарықтап тұрған кезде де оған билік тарапынан өте жақсы қызметтер ұсынылған. Әкім қаралармен де аралас құраластығы, сыйластығы өте жақсы болған. Осыншама мүмкіндігі бола тұра бейсенде бір креслоға сұқтанбаған не қызметке сұранбаған. Керісінше барлық ұсыныстан саналы түрде бас тартып, керек десең ажалдың өзі әсер ете алмайтын ең маңызды аймаққа бет түзеп кете берген. Барлық ситуацияда қабылдаған шешімі мейлінше объективті мәнге қарай бағытталған. Трансцендентті мәннің сәулесі адамның бүкіл өміріне жарық беріп, оның тағдырына қашалып қалған рухани реликтерін анық көрсетеді. Америкалық антрополог Мэри Бейтсон былай дейді: біз сүрілген өмірді баяндап бастағанда жасампаз жаратылысқа айналамыз. Жұрттың дені ойдан құрап жазылған шығармада ғана бірізді сюжет бар. Шынайы өмір ондай емес. Бәрі күтпеген кездейсоқ оқиғадан құрылады, дейді. Әсте олай емес. Барлық адам өз өмірін еске алып қайтадан баяндап бастағанда, оның ішінен ортақ сюжетті оп-оңай тауып алады. Бір оқиға екінші оқиғаның заңды сериясы. Бейтсонның ойымен келіспеске шара жоқ. Расымен солай. Яғни мағыналы бір іс өміріміздің барлық белесінде алдымыздан шығып, тағдырды өнегемен өрнектеуге мүмкіндік береді. Әрбір жасалған қадам мен қабылданған шешім сапасына қарай адамның болмысын, идентификациясын айшықтап тұрады. Өткен өмірді жиі-жиі еске алып, саналы түрде саралап отыру сол үшін керек. Оның салмақсыз тұстарын алып тастап, мағыналы тізбекті бір-бірімен қиыстыру арқылы қою тұтастыққа қол жеткіземіз. Біз өткен өмірді басқаша сүріп шыға алмаймыз. Аяқталған өмір тағдырға айналып болды. Бірақ оны қалауымызша қиып, эпизодтарды бір-біріне жалғап, жұп-жұмыр етіп монтаждай аламыз. Мұны фильм жасаушы режиссерлер жақсы түсінеді. Мықты режиссер оператордың түсіріп келген мол материалынан жұп-жұмыр туындыны кесіп алып шедевр шығарады. Сол үшін де монтаж жұмысы ең маңызды, ең жауапты кезең саналады. Көрерменнің ішін пыстыратын мағынасыз сюжет фильмге
мүлдем болмауы тиіс. Фильм неше сағатқа немесе неше серияға созылса да бір ғана мәннің желісімен жүріп отырады. Бейсеннің де сүріп шыққан өмірін кітап етіп жазғанда мәннің ережесіне сәйкес монтаж жасап шықты. Ал бұл Құдайдың адамға берген ең ірі қасиетінің бірі. Мәннің қуаты. The Power of Meaning атты еңбектің авторы Эмили Смит те осы ойды былайша әдемі айшықтаған. Ықылым заманнан ақ адамның бойында өткен өмірді мағынасына қарай баяндап отыратын қасиет бар еді. Ондағы мақсат біреу. Бұл дүниеге мейлінше мәннің жарығын тарату. Адамзат ежелден ақ хаос көрсе, оны дереу реттеп қойғандық. Мысалы, құлағымыз у-шудың арасынан анық сигналды қағып алуға дайын тұр. Бұлтқа қарап, оның арасынан белгілі бір формаларды көзбен сүзіп аламыз. Миға құйылған кез келген ақпаратқа өз тарапымыздан қосымша мағына жүктеп, ақылмен әдемі тәпсір береміз. Олай етпесек, өмір сүре алмаймыз. Кез келген құбылыстың не өткен оқиғаның маңызды мағынасын қалайда сүзіп алып, көңілге түйіп алуға тырысамыз. Тарихшылар да бізге өткен заманның оқиғасын жеткізгенде, телегей теңіз фактілерді жөн-жосықсыз ақтара бермейді. Тарихтан үйренуге міндетті болған сабақтарымызды сұрыптап беруге барын салады. Өзінің де, өзгенің де кім екенін анық біліп, жақыннан танығың келсе, оның өмір тарихымен таныс. Адам қандай іске араласты, нені құндылық деп таныды, бойына қандай өнерді сіңірді, бастан кешкен оқиғасына қандай позициядан баға берді. Осы сұрақтардың жауабы дұрыс берілген сайын белгісіз жанның кім екені көз алдымызда айқын болады. Керек десең, өз-өзіңді дәл осындай әдіспен айқындап алуға әбден болады. Сондықтан да ғалымдар әр адамның жеке өмір баяны болсын, өз өмірін өзі баяндасын деп ескертеді. Кейін бұл салада даму келе 1980 жылдардан бастап нарративті психология деп аталып кетті. Оның шарты бойынша әр адам өзі сүрген өмірге өзі баға беруі тиіс. Америкалық ғалым Денмарк Адамс дәл осы саланы 30 жылдан астам зерттеді. Ол тыстан таңылған түрлі жалған идеяларға маталып қалып, өзін таппай аласұрып жүрген жандарға өз өмірін өзіне кәдімгі миф сияқты баяндатып қояды. Баяндау барысында өмірге қалауынша мағына дарыта аласың. Өзің тұтынған құндылықтар мен ұстанған дініңе орай қосымша тәпсір берсең тіптен жақсы. Осындай баяндау еркіндігі берілген кезде адамдар өз өмірінің өзі ойлағандай мүлдем босқа өтпеген түсінеді. Жас кезінде мән бермеген ұсақ түйек оқиғалардың есейе келе тағдырының шешуші сәттеріне тікелей әсер еткенін байқайды. Тіпті кей тұстарында кереметке кезігіп құдіретті бір күштің тікелей қолдауымен тура келген ажалдан аман қалғанын айтып отырады. Ақырында оның өмірі қиыншылықпен басталып, ең соңында осылайша ол мақсат мұратына жетіпті деп аяқталатын классикалық ертегіден аумай қалады. Осы кезде ғана сананы тұманданған пенде өзін әсерлі бір аңыздың не ертегінің қаһарман кейіпкері сияқты сезініп, өзіне деген құрметі күрт артады. Әрине, біздің жағдайда дәл басқаша. Бейсен өз өмірін өзі баяндай алмайды. Оның өмірін саралап, монтаждап отырған біз. Дегенмен, кімді танығың келсе де, әуелі оның өмір баянын сұра деген қағидаға орай, Бейсеннің де өміріне үңіліп қарасаң, мағыналы өрнекпен әдемі толқылған тағдыр тікілемін қиналмай көре аласың. Бір қарағанда оның тағдыры өмірі бітпейтін журналистік жүгіріс пен басшылықтың соңы жоқ жиналысынан тұратын сияқты сезіледі. Шындығында әсте олай емес. Оның өмірінде бір-бірімен мағынасына қарай ілініскен ғибратты оқиғалардың ізі сайрап жатыр. Ешқайсысы да кездейсоқ болды дей алмайсың. Бәрі де саналы әрекеттің қолдан тудырған толқыны. Сапасы мен мәніне қарай өмір иесіне таңғажайып мәртебе сыйлаған. Нарративті психологияның тағы бір майталманы Майкл Кроссли өз заңдылықты баса айтып отырып көрсетеді. Біздің заманда өзімді жоғалтып алдым, өзімді таппай жүрмін дейтін жұрттың қарасы қалыңдаған. Осының бәрі адамның өлшеулі ғұмырды тиімді пайдалана алмауынан шығып жатыр. Адамның жаны да, санасы да, рухы да, болмысы да бұл дүниеде заттай нәрсеге тәуелді емес.
Адамның болмысы уақыт ішінде ізгі амалға ғана тәуелді. Ізгілікті құр танып қоя салудың өзі жеткіліксіз. Оны көздің қарашығындай қорып, оның шырағы сөніп қалмасын деп, соңына дейін күресетін ерлік істер ғана көрінбейтін адам жанын бар бола алатын болмыс түріне түсіреді. Өзін өзі тапқысы келген, өзін өзі терең түсінгісі келген адам қорықпай қадам жасап, батыл түрде күрессін. Күрескер кісілер ғана өзін бар ретінде анық сезініп, мәңгілік жоқ болу деген үрейден ада болады. Міне, осындай ғалымдардың теорияларына сүйене отырып, бейсен және болмыс деген кітапты дүниеге әкелдік. Дұрысы, оның қалдырып кеткен болмысы осы кітапты тудыруға түрткі болды. Бәлкім кім біледі, бейсеннің ізгі істері мен таңғажайып тұлғасы, өнегелі өмірі өзін өзі жоғалтып таппай жүрген жандарға рухани серпін беріп, өмірге деген құштарлығын оятар. Егер олай болып жатса, ол да ғайыптағы мәннің тіршіліктегі табиғи көрінісі саналады. Мағынамен сүрілген мәнді өмір тағы бір мағыналы тіршіліктің өмірге келуіне түрткі болуы тиіс. Бейсен деген кім? 1971 жылы Алматы облысы Қызылжар ауылында Құранбектер отбасында бір бала дүниеге келді. Ағайын туыс жиналып, балаға азан шақырып ат қойды. Оның есімі туу туралы куәлікке Бейсен Құранбек деген атпен таңбаланды. Бірақ ол сіз білетін, айтуға оңайдың Бейсен емес. Оның кім екені әлі белгісіз. Болмысы анықталмаған, беймәлім Бейсен еді. Адам болмысын зерттеумен шұғылданатын экзистенциализм ғылымы әңгімені осылай қарастырады. Жалпы адамзаттың ең жиі жіберетін қателігі осы тұс. Олар мен дүниеге дайын күйімде тудым, менің кім екенім әуелден анықталған деп бірінші қадамды қисыққа алады. Осы қисық қадам оның рухани эссенциясының сапасына кері әсер етеді. Яғни дүниеден өтер сәт. Туғанда өзінің кім екенін анықтай алмай аласұрады. Жан берудің ауыр азабы осы түсініксіз болмыстың кесірінен туындайды. Герман Фейфель өлімнің мәні деген еңбегінде мынадай ой айтады. Әсілінде өлім сәтіндегі паника тән азабынан тумайды. Бұл болмыстың жан айғайы. Тіршілік атты таңғажайып феноменді зая кетірген адам сол күйі кім екені анықталмаған өз болмысынан өзі шошиды. Бұл менің ажалым емес. Мен бұлай өлмеуім керек еді. Тағы да сәл уақыт берсе басқаша өлетін мүмкіндігім бар еді деп шыңғырады. Өкінішке орай мүмкіндік қайта берілмейді. Адам әуелден ақ кім екені белгіленіп туылады деген қате философия тұтас қауым мен халықты геноцидке ұшырататын апатқа апарып тіреген. Алысқа бармай-ақ, екінші дүниежүзілік соғыста фашистер дәл осы сылтаумен еврей жұртын аяусыз жаншып жіберген. Яғни сендер мына дүниеге қарғыс қамытып киіп келгенсіңдер. Кім екендерің айтпаса да белгілі, сендерді өлтіру қоғам үшін өте пайдалы деп есептеген. Осындай зобалаң заманнан соң адам болмысы не? Ол қалай қалыптасады? Оны адам етіп ұстап тұрған тұрақты нәрсе бар ма деген сұрақ ойшылдар ортасында қызу талқыға түскен. Осыдан келіп Сартрдың экзистенция эссенцияның алдында жүреді деген атақты афоризм айтылды. Бұл афоризмді оңай түсіндіру үшін мынадай мысал береміз. Тауық эссенциямен туады. Жұмыртқа инкубаторда жатқанда қай күні балапан болатыны, қанша салмақ жинайтыны, қай күні сойылып етке айналатыны белгіленіп қойылады. Яғни тауықтың миссиясы анық. Одан бөлек күшік пен марғауға қарап та олардың болашақта қандай ит, қандай мысық боларын анықтай аласыз. Ал адамда олай емес. Дүниеге келген сәтінде оның кім екенін тауық сияқты дәл біле алмайсыз. Адамның эссенциясын экзистенция анықтайды. Экзистенция деген не? Экзистенция деген іште емес, тыста көріну. Құпия тұрағынан дене арқылы тысқа бар болып көрінуге талпыну деген мағынаны білдіреді. Мұны халықтың ұғымындағы ниет сөзімен түсіндіруге болады. Іште бекітілген ниет нақты амалмен іске аспаса, оның бары не жоғын айыра алмайсың. Яғни ниет экзистенция жасап тысқа шыққанда бес сезім мүшесіне сезілетін эссенцияға айналады. Мысалы,
ыбырайым пайғамбарды намрұт отқа өртегенде қарлығаш экзистенция жасалады. Ол пайғамбарға жақтас екенін құр сөзбен білдірген жоқ. Үлкен отқа қанатымен су сеуіп, ниетін эссенцияға айналдырды. Ой түсінікті болу үшін қиссадан үзінді берейік. Ыбырайым пайғамбардың заманында намрұт деген патша өмір сүреді. Бір күні ол пайғамбармен ұстасып, Ыбырайымды отқа өртемек болады. Үлкен шұңқыр қазып, ішін 40 арба отынмен толтырады да Расулды сонда салады. От лапылдап жанған сәтте бір қарлығаш тұмсығымен су тасып, өртті сөндірмек болады. Оған өзге құстар күліп, әй сорлы, бір тамшы судың алапат отқа не болады, дейді. Сонда қарлығаш, бұл оқиға жақсы мен жаманды, дос пен қасты айыратын кездік сықылды. Өртті мен өшіре алмасам да ниетім өшіреді, дейді. Айтқандай, осы оқиғадан соң қарлығаш адамның досына айналып, оның шатырына ұя салатын болыпты. Адам болмысын түсіндіргенде де солай. Мөлдір сипатта бар екені яки жоқ екені белгісіз. Болмыс дене арқылы мағыналы бір іске белсенді араласқан сәтте ғана эссенцияға айналады. Мәнсіз, мағынасыз өмір сүретін адамның өлген соң тез ұмытылып, елдің есінен тез шығатын себебі осы. Оларда эссенция жоқ. Адам өз болмысын экзистенция жасап тысқа көрсете алмаған соң, енді жасанды жолмен көрінуге тырысады. Авторитарлы режим орнаған елдерде диктаторлар өзіне ескерткіш орнатумен әуре болады. Экзистенция арқылы қалыптастыра алмаған эссенциясын ескерткіш мүсіндер арқылы жасауға тырысады. Экзистенция адамға ғана тән құбылыс, адамнан басқа мақұлыққа керісінше. Жан жануар мен шыбын шіркей эссенциямен туады. Олар экзистенция жасамайды. Саналы түрде таңдау жасап, қайырлы не қайырсыз іске араласып, өзін сынап көрмейді. Таңдау арқылы өз тағдырын өзі қашайтын болғасын, адам болмысы ең ардақты, ең қадірлі, ең қастерлі болмыс саналады. Ал Бейсен Құранбек туған кезде оның бойында не бар еді? Ашылмаған болмыстан басқа түк те жоқ еді. Ашылмаған болмыстың ішінде не бар еді? Оның ішінде жауапкершілік, махаббат, еркіндік, ар-ұят, мейірім, сабыр, ақыл-парасат, қайсарлық, тәубе сияқты рухани феномендер бар еді. Бірақ бұл феномендер өзінен өзі іске қосылмайды. Адам оны уақыт деп аталатын таңғажайып құбылыстың ішінде ерік жігерімен іске қосады. Мартин Хайдеггердің болмыс және уақыт деген философиясы осыдан шыққан. Қазіргі кванттық физика мен нейропсихология уақыт факторының жоқ екенін оп-оңай дәлелдеп береді. Бірақ Құдайдың құдіретімен біз бұл дүниеде уақыт пен кеңістікке тәуелді болып өмір сүреміз. Олай болса, жоқ уақыт қалайша бар болып тұр? Жоқ нәрсені бар етіп көрсетудің мәні не? Оның мәні біреу. Саған өлшеніп берілген уақыт еншісінде жоғарыда аталған болмыстың бүкіл қасиеттерін ашып таратуға үлгеруің керек. Бұдан да қызығы, саған берілген уақыттың қай күні бітетіні құпия. Әман да қарыс жерде сені қазада, қазынада күтіп тұрады. Осыны бүкіл жұлын жүйкесімен сезінген адам өмірінің әрбір минутын экзистенциямен өткізуге барын салады. Бейсен атты болмыстың кереметі де осында. Осы философияны арнайы оқымаса да жан жүрегімен түсінген таңғажайып тұлға. Ол есейген сайын өмірдің қадірін терең түсінді. Болмыстың бүкіл қасиетін барынша ашып, үлгеруге оған 49 жыл ғұмыр жеткілікті болды. Тарихи тізбек. Әдетте қоғамда адамды не қалыптастырады? Тәрбие ме, тегі ме деген түбі жоқ талас бар. Екі тараптың да өз теориясын дәлелдейтін уәждері жетіп артылады. Және оны логотерапия ғылымы теріске шығармайды. Қанмен келген қасиет болмыстың ашылуына қосымша қолдау. Ал оған жүйелі түрде рухани тәрбие берілсе, нұр үстіне нұр болады. Бірақ бұл шешуші фактор емес. Бұл туралы кейінірек тарқатып айтамыз. Алдымен текке тоқтайық. Бейсеннің өз атасы мен нағашылар тізбегі қандай келді? Ақсақалдардың айтуынша Бейсеннің 7 атасы да молда болған адамдар. Бәрі де осы Жетісу өңірі қазіргі Қызылжар ауылының төңірегін мекендейді. Руы Қаңлы, Қара Қаңлы ішінде Оңбай, оның ішінде Батырақтан тарайтын жұрт.
бейсеннің өз әкесі абай болғанымен шал кемпірдің қолында өскен. Атасы Жанысбек бауырына басып, Шәкәрбану әжесін апа деп өсті. Жанысбектің өзі пірге қол берген, уәзипасы бар, сөзі дуалы, елге қадірлі ақсақал болған. Жанысбек 8 жасында әке-шешеден жетім қалған. Өздері ағайынды 4 болған екен. 2 ұл, 2 қыз. Жанысбек, Байысбек, Гүлипа, Сара. Әпкелері 13 жасқа келгенде ұзатылып кетті. Ал інісі 10 жасқа келгенде қайтыс болады. Сөйтіп өзі жалғыз. Жанысбек білімге ерекше құмар болған екен. Ауылға бір молда келіпті десе, бір жерде біреу бала оқытатып жатыр десе, арнайы іздеп барып білім үйренеді екен. Байлар баласын оқытуға молда жалдаса, Жанысбек сол үйге барып қызметке жалданады. Қорасын тазалап, қи ойып, ақысына ілім алады. Сөйтіп 6 жыл білім жинап, әптиекке дейтін жетеді. Сөйтіп жүргенде 1930 жылдардағы молдаларға қарсы зобалаң басталып кетеді. Жанысбектің артына адам түсіп, қуғынға ұшырайды. Ерте есейген бозбала бой тасалап, жекжаттарын паналайды. Сол тұста Қапалда мал дәрігерінің оқуы ашылып жатқан болады. Мұны естіген салт басты, сабау қамшылы Жанысбек салып ұрып сол оқуға барады. Ол оқуды бітіріп, өмір бойы мал дәрігері болады. 1940 жылы соғысқа аттанып, 1943 жылдың аяғында ауыр жараланып елге оралады. Ұрыстарда батырлығымен көзге түсіп, Қызыл жұлдыз орденімен марапатталған. Бірақ өзінің ондағы ерліктері жөнінде ел жұртқа да, бала шағасына да жақ ашпайды екен. Тіпті Қызыл жұлдызды алған бала шағасы бертін келмес дейді. Харьковте аяғынан, Смоленскіде білегінен ауыр жарақат алған. Жарақаттың ауыр болуына байланысты құжаттарға өлді деп те жазылып кеткен. Үйіне қара қағаз келеді. Ол кезде Шәкәрбану әжеміз 16 жаста екен. Байының өлгеніне көзі сенгенімен көңілі сенбепті. Бір күні әкесі келіп, қызым өлгеннің артынан үйме жоқ, тірі адам тіршілігін жасайды деген. Әлі жассың, төркініңе әкетейін. Мына жерде күн көрісің де қиын болар дейді. Сонда әжеміз, әке, менің алдымда 2 ұлыңыз жастайынан шетінеп еді. Мені де сол шетінеген ұлдарыңыздың қатарына қоса салыңыз. Осы жерден кетпеймін. Байым өлсе, қара жамылып қайғы жұтып отырған жалғыз мен емес. Осы ауылдағы әйелдердің жартысы қара орамал тартып жүр. Құдай басқа салса, баспақшыл дейді. Жесірлікті жазса, мойынсұнғаннан басқа не амал бар, дейді әкесі. Ендеше маған күйеу баланың анау ер тұрманын бер, тәбәрік ниетпен алайын. Құр тұрғанша қажет бір іске жарасын дейді. Қызы ер тұрманды береді. Ол заманда ер тұрман сияқты ат әбзелдері өте қатты дүние еді. Жанысбек қария да майданға кетерде бәйбішесіне ер тұрманға ие бол, біреу әкетіп жүрмесін деп тапсырған екен. Кейін әскерден аман есен оралған соң баяғы ер тұрманды іздепті. Сөйтсе Шәкәрбану әжеміз, шалау, сенің амандығың олжа, басың аман болса әлі-ақ ер тұрманын жасатып аларсың. Бұрынғы әбзеліңді қайын атаңа беріп, өзімді айырбастап қалдым. Әйтпесе ер тұрман түгіл мені де жоғалтып алар едім депті. Жанысбек қарияның соғыста аман қалуының мынадай бір аңызы бар. 1930 жылдардан бастап Совет одағында репрессия басталды. Шағын ұлт өкілдерін бір елден екінші бір жерге көшіріп қудалау науқаны жүрді. Сондай бір кезеңде еврей ұлтының бірнеше өкілі осы Жетісу өңіріне жер аударыпты. Қуғын-сүргінге ұшыраған барлық ұлт өкілдерін қазақ елі кері кетпей бауырына басты. Наны мен айранын аузына тосып, басындағы күркесімен, астындағы көрпесімен бөлісті. Жанысбек қарияның да осындай бір жақсылығы өтсе керек. Еврейдің бір ғалымы риза болып, оған кішкентай Құран кәрімді сыйлапты. Құранның көлемі сіріңкенің қорабынан да кішкентай. Бойтұмар ретінде жасалғаны көрініп тұр. Ұзындығы 3,5 см, ені 2 см. Арнайы салып жүретін футляры да бар. Әріптері көзге көрінбейді. Сондықтан футлярдың ішінде арнайы үлкейткіш жүйесі, лупа және бар. Жанысбек қария соғысқа аттанғанда да осы бойтұмардай Құран кітапшасы өзімен бірге жүрген деседі. Мүмкін қан кешкен ұрыс кезінде
Ажалдың аузынан тірі қалуына осы бойтұмардың шарапаты болған да шығар. Анығын бір алла біледі. 1985 жылы Жансбек қария Совет одағының батыры атағына ұсынылады. Бірақ кей құжаттарда қайтыс болды деп көрсетілгендіктен ол атақ берілмеді. Жансбекті бүкіл ауыл ерекше құрметтеген. Оның екі себебі бар. Біріншіден, ол күллі ауылға шарапаты деген адам екен. Ел арасында Жансбек ашаршылықта бір қауым елді аман алып қалған деген әңгіме бар. Бұл рас сөз. Жалпы ашаршылық жылдары Қызылжар ауылынан бір адам ғана аштан өлді деседі. Ауылды Жансбек пен оның құрдасы әрі досы Ақбота деген жігіт құтқарып қалады. Осы ерлігі үшін бүкіл ауыл ол кісінің атын атамай, Жашаға, Жәкем дейді екен. Тіпті ауылдың үлкендері де ол екеуіне қарсы келмей сыйлап өткен дейді. Жұрт Жансбекті Қызылжар ауылының іргетасын қалаған адам деп те атайды. Жансбек өте еңбекқор, малмен бірге бау-бақшаға да жақын болады. Қысы-жазы бір тынбайды. Егіні бітік шығып, ағаштары жемістеп иіліп тұрады екен. Жер орта жасқа келгенде ғана қара жұмыспен үйдің тіршілігімен айналыспапты. Оның да бір оқиғасы бар екен. Bir күні Жансбек малға шу бұруға барады. Ол кезде колхоз бен совхоз бастығының рұқсатынсыз шу бұруға болмайды. Жердің бәрі үкіметтік. Алдымен үкімет өрады, одан қалғанда ғана қарапайым жұртқа алуға рұқсат. Бірақ Жансбек олардың рұқсатын күтіп жатпайды. Үйде де қарайған мал бар. Қасына кіші ұлы Бейсенбайды ертіп шабындыққа келді. Біраз шу бұрып арбаға басып, кері қайтып келе жатқанда алдарынан совхоз бастығының көлігі шығып қалады. Көлікте колхоз бастығы Сағатбектің өзі отыр екен. Бірақ ол арбаны тоқтатып айғайға басып, дау көтермейді. Көлігін шетке бұрып, оларға жол ашып өткізіп жібереді. Өтіп кеткен соң Жансбек баласына қарап: балам, болды, мынау мені мақтамен бауыздап кетті. Енді мен ештеңеге араласпаймын. Өз тіршілігіңді өзің істе дейді. Сол айтқаннан дүние тіршілігіне араласуын қояды. Ауыл аймақтың Жансбекті құрметтеуінің екінші себебі оның молдалығында еді. Бірақ ол кісінікі өлім жітімде жаназа шығарумен шектелетін құрғақ молдалық емес еді. Әр күні сағаттап отырып зікір айтып, көзінен моншақ жас ағып отыратын еді дейді көргендер. Сондықтан төңіректің бәрі оны әулиедей көреді. Сол діндарлығы үшін бала кезінен басталған қуғын өле-өлгенше тоқтамапты. Тіпті беріде заман түзелді деген кездерде де газет беттерінде Жансбекті даттап, діншіл, ескі көзқарастың адамы деген мақалалар шығып жатты. Өзін ғана емес, балаларын да қыспаққа алып талай мәрте комсомолдар жиналысына салыпты. Ақыр соңында балаларының кейбірі Құранбек деген фамилиясын Құранбек деп өзгертуге мәжбүр болады. Соған қарамастан Жансбек қария құдайшылығынан бас тартқан емес. 1968 жылы ауыл адамдары Жансбекті молда сайлайды. Жаркентте атақты Тоқбай қажы деген кісі өтіпті. Қызыл империяның кезінде 3 рет қажыға барған. Өз ажалын бір апта бұрын айтып, 2 күн бұрын ағайын туысқа хабар жөнелткен әулие екен. Сол кісі Жансбектің білімін жоғары бағалап, бұдан артық молда таппайсыңдар, осы кісіні сайлаңдар деп сәлем айтады. Жансбек ақсақал аяғым ақсақ, қолым шолақ, молдалыққа жөнім жоқ деп бас тартады. Бірақ жұрт, бұл туа бітті кемістік емес, отанды қорғаймын деп жүріп жараландың, бұл кемдігің есептелмейді дейді. Сөйтіп Жансбек ақсақал 1985 жылға дейін молдалық қылады. Өзі жыр дастан, әңгіме аңыз, ертегіні көп біледі екен. Бала шаға, ауыл жастарын ортаға алып, ескінің әңгімелерін айтқанды жақсы көреді. Бейсен әріп танитын жасқа келгенде түрлі дастандарды әкеліп дауыстап оқытқызатын көрінеді. Бір жерін қате оқып қойса түзетіп отырады. Яғни тұтас дастанды жатқа білген. Балалары, атамыз өзі жатқа білетін дүниені неге бізге оқытып әуре қылады деп түсінбейді екен. Бірақ кішкентайынан жыр дастанды оқи беріп, кеуделерінің құндылыққа қалайша толып қалғанын байқамай да қалған. Кейін осы оқыған жыр дастанды рухани ұстынын бекітіп, өмірден сүрінуге, адасып қадам басуға мүмкіндік бермеді. Жансбек ақсақал өлетінен 1 сағат бұрын далаға шығып, күнге қарап отырады да, дүние сараяқтың ішіне толды.
қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келді. Осыны шайқап алмасаңдар болғаны, депті. 1985 жылы мамыр айында айтылған сөз еді. Содан соң үйіне кіріп, бәйбіше, төсегімді сал, бұл сенің соңғы салған төсегің шығар дейді. Үйге қарамолда Ысқақ деген кісіні алдырып, Ясин сүресін оқытады. Өзі соған ілесіп оқиды. Ысқақ сүрені оқып біткен соң Жансбек бала шағасына қарап, ұстамаңдар, қидым, деп айтыңдар дейді. Балалар кезек-кезек қидық әке, қидық дейді. Сол кезде ол кісі де бір рет терең танысып жүріп кетеді. Бұл кезде Жансбек ақсақал 90 жасқа таяған болады. Жансбек ақсақалдың туған жылына байланысты мынадай ақпарат бар. Білетіндердің айтуынша қария 1897 жылы дүниеге келген. Бірақ 1916 жылы патша жарлығымен бұратана халықтардан майданға адам ала бастайды. Ол кезде бірінші дүниежүзілік соғыс басталып, Ресей империясы әскері зор адами шығынға ұшырап жатқан. Жансбектің жасы ол уақытта 18 еді. Байғұс баланы мән-мақсатсыз соғысқа кетіп қыршынынан қиылмасын деп, үлкендер оның жасын кемітіп жазады. Сөйтіп құжат бойынша 1903 жылы туылған деп өзгертілген деседі. Бейсеннің әжесі Жансбектің жұбайы Шәкәрман да құдайына жақын адам еді. Шын аты Шәкәрбану. Жалайыр ішіндегі мырзадан, оның ішінде Дөнен руынан тарайды. Қашқын деген аталары Меккеге жаяу барып қажы атанған екен. Қашқыннан Низа туады. Низабай адам болған. Низадан 3 ұл, 1 қыз қалған. Жақсылық, Жақсымбай, Гүлжәміш, Нұрмолда. Жақсылық сөз ұстап ақын болған кісі екен. Өзінің 16 баласы болыпты, бірақ көз тиді ме белгісіз, сол 16-тың ешбірі тірі қалмапты. Бірі жастайынан жетесе, бірі көкпарда, бірі күресте мерт болған. Оның інісі Жақсымбайдан 1 ұл, 1 қыз тарайды. Қыздың есімі Іңкәрбану. Шәкәрман 9 жасқа, інісі Нұржігіт 6 жасқа келгенде шешеден жетім қалады. Шәкәрман шешейдің белсенді ерекше жасы көруінің бір себебі оны інісі Нұржігітке ұқсатады екен. Нұржігітімнің орнына келген балам деп отырады. Жалғыз Шәкәрман шеше емес, жұрттың бәрі солай көреді. Түр-тұрпаты, бітімі сол Нұржігітке келеді екен. Бетіндегі қалы да сол Нұржігітпен бірге деседі. Шәкәрман шешейдің де аузынан алласы түспеген құдайшыл кісі болғанын айттық. Апамыздың да аталары сопылық құрған екен. Ол кезде апамыз былай деп еске алатын еді. Апта сайын біздің үйге біраз адам жиналады. Әкелеріміз бізге алдын ала шай қойдырады. Үлкен кісілер ішке кірген соң 100 метр жерден үйді торуылдатып қояды. Сөйтіп хасби рабби жәл алланы айтып зікір салады. Зікір біткен соң бәрі теріліп тепшіп шай жейді. Әкелеріміз деп отырғаны Шәкәрбану әкесінің ағасы Жақсылықты әкесіндей көрген. Ол кісіге бала тұрмай шетіней берген соң Жақсымбайдың балаларын өз баласындай көріп мейірленіп отырады екен. Шәкәрбану шешей де жасы 100-ге таяп бақиға аттанғанша қолынан тәспісін тастамай намазын қаза қылған жоқ. 90-ға таянған шағында жамбасын сындырып сүйек десе де жаттығудың күшімен бойын көтерген адам екенін жұртшылық біледі. Жансбек пен Шәкәрбану соғыстан бұрын отау құрған. Бірақ соғыс аяқталғанша бала тұрмапты, шетіне берген екен. Жансбек қарт соғысқа аттанып кеткенде Шәкәрбану шешейдің қолында нәрестесі болған екен. Бір күні майданда жүрген Жансбек жұбайынан хат алады. Хатта Шәкәрбану шешей үйдің тіршілігі қалай болып жатқанын, туған-туыстың жай-күйін сипаттап келіп, соңында бір ауыз сөзбен бала аман деп қана түртіп қойыпты. Жансбек бәрін түсініп, қайтара жазған хатында бала шетінеген екен ғой. Бұрын хаттың басында жүруші еді. Соңына түсіп қалыпты. Ештеңе етпес, басың аман болса, әлі-ақ өкпелі боласың деп жұбатыпты. 1948 жылы дүниеге Абай ағамыз келеді. Абайды бүкіл ауыл мойынға бұршақ салып тілеп алған деседі. Жансбек ауылға қадірлі адам болған соң, оның бір перзентке зар болып жүргенін бәрінің жанына батады. Сол кезде ауыл халқының дұғасына қосып, Абайды Құдайдан сұрап алған деседі. Сондықтан Абайды ауылдың баласы деп біледі екен. Бірдеңе бүлдіріп қойса да ешкім оның бетінен қақпай, еркелетіп өсіріпті. Абай ағамыз ғылым білімге құштар еді.
14-15 жасқа келгенде зооветеринарлық техникумда оқиды. Оны бітірген соң әскерге барып, қиыр шығыста борышын өтейді. Орысша өте сауатты болғасын, әскерде кеңес хатшысы болып қызмет етеді. Қайтып келген соң ветеринарлық міндетіне кірісіп, өмірінің соңына дейін кәсіп қылады. Абай ағамыз кітапты көп оқитын еді. Философияға жақын, білімі анау-мынау профессорды сөзден сүріндіретін. Орыс тіліндегі, қазақ тіліндегі көне сөздерді айтып, этимологиясын талдап отырғанды ұнататын. Абайдың жұбайы Бейсеннің туған шешесі Ямалиға деген кісі. Әкесі Бәйімбет деген молда болған. Молдалықтан бөлек емшілік қасиеті де болған деседі. Есінен адасқан жын соққан науқастарды дем салып емдейтін аузының дуасы болыпты. Бейсен дүниеге келген кезде Абай ағамыз алыс бір совхозда жұмыс істеп жүреді. Үйіне аптасына бір рет қана келеді екен. Бір күні үйіне келгенде әкесі Жанысбек қария ұрсып: «Әй бала, ер адам 3 күннен артық салт-басты жүрмеу керек. Мына әдетіңді қоштамаймын. Ертең жұмысқа кетерде келінді бірге ерте кет. Жұбайың қасыңда болғаны жақсы. Сонда біздің көңіліміз тыныш болады» дейді. Ол кезде Бейсен 9 айлық кенжелі сәби еді. «Әке, мына кішкентай Бейсенді қайтеміз? Мен тұрып жатқан үйде нәрестеге қолайлы жағдай жоқ» дейді. Әкесі: «Өбеңді біздің кемпірге бер. Сол бағып қарайды» дейді. Көнбейін десе әкенің сұсы қатты. Айтылған сөзі атылған оқпен тең. Адырнаға қайта салынбайды. Ямалиға апамыз бөпесін енесіне тастап, ертесіне Абай ағамызға еріп, совхозға бірге кетеді. Шәкәрбану әжеміз Бейсенді бауырына басып қала береді. Сәби жылаған сәтінде омырауын аузына тосқан екен. Құдайдың құдіретімен омырауы жібіп сүт шығыпты. Осылайша Бейсен әжесінің баласы болып кетеді. Абайды аға, Ямалиғаны жеңге деп атайды. Есейген соң ғана әке шешесін анық сезеді. Бірақ әжесінің кенже ұлы болып қала береді. Адамды не қалыптастырады? Тәрбие ме, тегі ме деген сұраққа қайта ораламыз. Бейсеннің тегіне байланысты қолда бар материалды мүмкіндігінше беруге тырыстық. Ал тәрбиесіне байланысты әңгімені Бейсеннің өзі баяндасын. Оның бір кездері жазып қалдырған 2 естелігін оқырман назарына ұсынамыз.